Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай жұмыртқадан өте дәмді және тәбет ашарлықтай әдемі болып піседі. Және аз уақытта дайын болатын омлет пісіретін боламыз. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Рецептпен бөлісетін боламын. Бізге керегі 4 жұмыртқа. Және осының үстіне шай қасық тұз салатын боламыз. Және сүт. Және жақсылап араластырамыз, бір-бірімен толықтай араласу керек. Керекті заттардың мөлшерін видеоның астында описанияда қалдыратын боламын. Және бірнеше бөлікке бөле отырып ұн саламыз. Осылай араластырып отырып салыңыздар. Массамыз қою болмау керек. Егерде қою болып қалған жағдайда үстіне кішкене сүт қосыңыздар. Толық ұнның түйіршіктері қалмайтындай етіп араластырып шетке қоя тұрамыз. Енді араластыратын заттарын дайындайтын боламыз. Осындай шұжық қажет болады. Егерде сіздерде жартылай қақталған шұжық болса, соны да қоссаңыздар болады. Осындай ұсақ етіп төртбұрыштап турап аламыз. Және ірімшігімізді үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Бір қызанақ керек. Оны да осындай ұсақ етіп төртбұрыштап турап дайындап аламыз. Енді осы турап дайындалған шұжықты және қызанақты дайындап қойған массамызға салып араластырамыз. Және бір шай қасық менде алдын ала дайындап мұздатқышта қатырылған укроп қостым. Егерде сіздерде балғын жуа болса, көк жуа, соны турап қоссаңыздар да болады. Қызып тұрған табамыздың астын майлап, осылай қызып тұрған табамызға енді омлетті құятын боламыз. Асты піскен уақытта аударып үстіне жаңағы дайындап қойған үккіштен өткізілген ірімшігімізді салып, екіге бүктеп осылай бетін жабамыз. Және екі бетін аударып, тағы да кішкене қызартып пісіріп аламыз. Барлығын осылай етіп омлеттерімізді пісіріп аламыз. Мінекей барлығын пісіріп дайындап алдық. Сіздерге де таңғы асқа жасап көріңіздер.